видеоға лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп, және де комментарийға қандай бір қызықтыратын, сіздерді бір қызықтырып жүрген бір тақырып болатын болса, соларды айта кетсеңіздер, алдағы уақыттары біз сол сіздер айтқан тақырыптарға иншалла видео түсіретін боламыз. Алла тағала разы болсын. Мұсылман адам жаман түстерден сақтану үшін, жақсы ұйықтау үшін жатарда оқылатын арнайы дұғалар бар. Бұл тұрғыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір қатар Құран аяттары мен дұғаларды оқитын болған дейді. Солардың кез келген ұйықтар алдында оқыған пайдалы болып келеді. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұйықтар алдында дәрет алып, Фатиха сүресін, Аятул Курсі, Ихлас сүресін оқып, қолдарына екі алақана сүф-сүф деп үрлеп, басынан аяғының ұшына дейін сипалап шығатын болған дейді. Немесе 33 рет Субханалла, 33 рет Альхамдулилля, 33 рет Аллаху Акбар деп айтуға болады дейді. Ал пайғамбарымыздан риуаят етілген бір сөздер келеді, қараңыздар. Ризығымды нәсіп еткен, паналайтын, орын берген, ішкізіп жегізген Аллаға мадақ болсын. Маған ең керемет түрде жақсылығын мол етіп тарту еткен Аллаға мадақ болсын. Барлық халімде Аллаға шүкір етіп, мадақ айтамын деп айтқан екен пайғамбарымыз. Аллам барлық жаратылыстың Раббы әрі иесі, барлық нәрсе оған тиесілі, уа Аллам өзіңмен тозақ отынан сақтанамын дұғасын оқыған дұрыс деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан риуаят келеді екен. Және де ұйықтар алдында оң жағымен қарап жату ол сүннет болып табылады. Жалпы біз мұсылман адам үшін біз ұйықтар алдында осы бір сүннетті орындасақ, демек бұл біздің тыныш ұйықтауымызға өзінің септігін тигізеді екен. Және де таң намазына оянуға да өзінің септігін тигізеді. Алла тағала баршаларыңыздан разы болсын.